Саламатсыздар ма әріптестер. Мен сіздерге жалпы кешегі болған жалпы семинар бойынша қандай өзгерістер, қалай осы электронды журналды ыңғайлы тиімді жүргізу бойынша қысқаша шолып өтейін кешегі семинар өткеннен кейін. Ең бірінші бізге олар көрсеткені, яғни пән мұғалімі жаңағы образованияға басып, ең бірінші басып, кейбір пән мұғалімдер білетін шығар осыны, кейбір пән мұғалімдер білмейтін шығар. Яғни образование басу арқылы сіздерде сіздің осы бір күндік сабақ кестеңіз бойынша расписаниеңіз тұрады. Осы бойынша сіздер бірден осы сыныптың журналға қосылып, бағаларын, сосын үй жұмысын, сабақ өтті деген таңбасын қоя аласыз. Және де бұл сіздің жалпы нагрузкаңыз. Осы бойынша да сіз өзіңізді тексере аласыз. Енді жаңағы бүгін мысалы менде 10-шы Б сыныпта информатика 3-ші сабақ болу керек. Енді бұны жаңағыдай журнал арқылы іздемей, мен жай ғана осы 10-шы Б сыныптың информатика сабағына басып, бірден осы журналға кіремін. Осы сабақтың журналына кіремін. Енді қараңыздар, міндетті түрде осы сабақты басталғаннан кейін, немесе сабақ өткеннен кейін міндетті түрде біз таңбаны қоюымыз керек. Сабақ өтті деген. Егер формативный баға таңбасы тұрмаса, мысалы мен өшіріп тастайын. Яғни міндетті түрде добавить работу арқылы біз формативті баға қоямыз осы жерден. Ешқайда мен өтіп жатқан жоқ. Одан кейін мен егер мысалы сіздер тапсырма берсеңіздер оқушыларға, орындауға сіз уақыт бердіңіз, бірақ та сізде 100% шығару керек, дұрыс па? Сіз кем дегенде бір балаға уақытша 100% жасау үшін бағасын қоясыз. Мысалы 8 бә немесе 7 ма. Одан кейін бәрін тексеріп болғаннан кейін сіз бағаларды арғатай толықтыра аласыз. 85-ші мектеп пән мұғалімдері олар қалай жасап жатыр? Осы формативті баға бойынша. Мысалы, олар бүгін тапсырманы берді ма? Бергеннен кейін олар осы үй жұмысы тексеріп болғаннан кейін бағаларын олар келесі сабақта қойып шығады екен. Сондай тәжірибемен оларға бөлісті. Яғни артқа емес, именно тапсырманы орындап болғаннан кейін ол келесі сабақта олар бәрін толтырып жатыр екен. Одан кейін осыны енгізіп болғаннан кейін біз ДЗ к следующему уроку. Яғни бұл деген сөз келесі сабаққа үй жұмысы беру деген сөз. Басамыз и міндетті түрде мына галочканы алып тастаймыз. Требуется проверки деп таңбаны қоямыз да и жазамыз жаңағы қайталау деп. Сосын әрқатай дұрыстап енгіземін. Сосын выдать ДЗ деп жібереміз. Міне, үй жұмысы жіберілді. Жаңа статусты міндетті емес, олар айтулар бойынша міндетті емес, жасыл қызылға бояу. Міне выполнен таңбасын бастым. Сонралықта сонда сіздің жалпы барлық параметрлер бойынша отчетқа тексерсеңіз, сонда 100% болады. Жаңағы біздің тағы да бір уақытылы үй жұмысының 100% болмау себебі, олар айтты жаңағы. Біз көп мектептер жаңағы журналға кіріп, календарное планирование басып, жаңағы біз алдын ала үй жұмысын енгізіп қойдық. Ол қате деп айтты. Егерде ол жерде сіздерде енгізіліп тұрса, мысалы міне мына жерде менікіндей, онда сіздерде уақытылы үй жұмысы 100% шықпайды. Сол себепті біз жаңағы бүгін күннен бастап, бүгін мысалы менде 4-ті, қалған 90 соңына дейін тұрған үй жұмысын бәрін жойуымыз керек. Жойғаннан кейін барып, күнделікті күнді үй жұмысын сіздер бергенде, ол уақытылы үй жұмысы 100%-ға айналып отырады. Ал егер осы жерде сіздердің үй жұмыстарыңыз тұрса, ол уақытылы үй жұмысы берілу 100% болмауы да мүмкін. Ол сол себепті жою үшін сіз қайтадан журнал, календарное планированияға кіресіз. Одан кейін, мысалы, келесі сабақ менде 11 күні. Сол 11 күні мен алдын ала беріп қойған үй жұмысын жою керекпін. Ол үшін мен көзге басып, оң жағын басам, одан открыть в новой вкладке. Өйткені мен уже артқа
келіп отырмас үшін. Міне, мен 11 күні таңдадым. Міне, 11 күні тұр. Одан кейін мен жоюды басам. И одан кейін жою. Енді тексеру үшін мен жойдым ба жоқ па? Жай ғана 1-90-нан 3-90 аралығында ауысу арқылы мен көремін. Міне, жойылды. Қайтадан көзді бастым. Открыть с помощью. Жаңа бет ашылды. Удалить. Удалить. Жойылды. Келесі, міне. Тақ тексерейік. 2-90, 1-90. Міне, жойылды. Аштым. Алдын ала да ашып қоюға болады. Бірнеше терезені қосылдым. Жойдым. Жойдым. Енді қайтадан тексерейік. Міне, мен алдын ала беріліп қойған үй жұмыстарын бәрін жойып тастадым. Яғни бұл уақытлы үй жұмысы мен күнделікті қойып отырғаннан кейін менде сонда 100% шығады. Енді осы негізгі айтқан ақпараттар бойынша олар